Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай еттің қамырын дайындаймыз. Ең алдымен бізге салқын суымызға жұмыртқа, сұйық май, тұз, альбумин, яғни құрғақ белок барлығын араластырып, ұнымызға құямыз. Ұнымыз міндетті түрде үш сорт болу керек. Бізге альбумин қамырымыздың езілмеуіне, сынбауына, ұзақ уақыт сақталуына көмегін тигізеді. Қамырымыздың басы біріккеннен кейін жарты сағатқа бетін жауып тынықтырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп, екіге бөліп алып жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыр қолға жабыспайды және де өте тез жайылады. Және де бұл қамырмен тек қана еттің қамырын емес, кеспе, манты, пельмен де жасауға болады. Жайылған қамырымызды пленкаға салып, дәл видеодағыдай ораймыз. Осы дайын жаймамен үйде отырып бизнес бастасаңыздар да болады.